2024 жылы 1 шілдеде жоғары сот кеңесінің отырысында құқықтың жекелеген салаларындағы мамандарға арналған және облыстық және оларға теңестірілген соттар судьяларының бос лауазымдарына арналған конкурстардың қорытындылары шығарылды. Ағымдағы жылдың 8 ақпанында жоғары сот кеңесі 10 бос судья лауазымдарына конкурс жариялап, нәтижесінде конкурсқа іріктеу талаптарына сәйкес келетін 8 үміткер жіберілді. Олардың ішінде Астана қаласының, Шымкент қаласының соттарына және Қостанай облысы сотына 2 кандидаттан үміткерлер болса, Ақмола, Павлодар және Солтүстік Қазақстан соттарына 1 кандидат қана қап болды. Жеке конкурс аясында үміткерлер кәсіби судьялармен емес, тек өздерінің арасындағы бәсекеден өтті. Олар біліктілік емтиханының стандарты 5 кезеңінің 2 кезеңіне ғана сынақтан өтті. Конкурсқа қатыспас бұрын аталған кандидаттар өз өңірлерінде облыс соттар жанындағы соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің қорытындыларын алды. Бұл кеңестердің құрамында отставкадегі судьялар, қоғам қайраткерлері, бақ өкілдері және заң қауымдастығы өкілдері бар. Содан соң үміткерлер психологиялық тестілеуден өту, кейстік тапсырмаларды шешу және жоғары сот кеңесі мүшелерімен сұхбаттасу кезеңдерінен өтті. Сонымен бірге қоғамдық пікірді зерттеу үшін, яғни жұртшылық, оның ішінде бақ өкілдері әрбір үміткер туралы өз пікірлерін білдіру үшін үміткерлердің жеке бастары туралы мәліметтер кеңестің сайтында жарияланды. Және әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған үміткерлер туралы мәліметтерге мониторинг жүргізілді. Осыдан кейін компьютерлік жүйе үміткерлердің біліктілік емтиханының нәтижелері, ғылыми дәрежесі, заң мамандығы бойынша өтілі, өңірлердің оң қорытындылары сұхбат нәтижелері негізінде автомат түрде саралады. Жоғары сот кеңесі мүшелері әрбір үміткерді әкімшілік құқық бұзушылықтар жасау және судья лауазымына тағайындауға кедергі келтіретін мәліметтер тұрғысынан бағалады. Содан соң әрбір үміткер жөнінде жинақталған барлық ақпараттар конкурстық комиссияның отырысында қаралып, нәтижесінде облыс соттар судьяларының 9 лауазымына лайықты кандидаттардың болмауының себебінен өткізілмеді деп танылды. Қостанай облысы сотының судьясы лауазымына қаржы құқығы саласының маманы, 20 жылдық тәжірибесі бар заңгер Юлия Николаевна Суранкова ұсынылды. Ол қазіргі уақытта Ауыл шаруашылығы министрлігінің азық-түлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің комплаенс офицері болып жұмыс істейді. Суранкова облыс сот жанындағы соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің оң қорытындысын алған және жұртшылық тарапынан оң пікірлер түскен. Сонымен қатар жоғары сот кеңесі 2024 жылы 26 ақпанда облыстық және оларға теңестірілген соттар судьяларының 28 бос орындарына конкурс жариялаған еді. 2024 жылы 14 наурызда жоғары сот кеңесінің регламентіне бұрын конкурс жарияланған соттарда пайда болған судьялардың бос лауазымдарын ескере отырып, облыс соттарының судьялар лауазымдарында конкурстың қорытындысын шығаруды көздейтін түзетулер енгізілді. Осыған байланысты конкурстың қорытындысы іріктеу өткізу күніне пайда болған судьялардың бос лауазымдарын қаперге ала отырып шығарылды. Аталған байқауға барлығы 299 кандидат қатысты. Байқауға қатысушылар арасында кандидаттардың ең көбі, яғни Астана қалалық сотының судья лауазымының 10 бос орнына 117 кандидат қатысса, ең аз Ұлытау облысы сотының судья лауазымының 2 бос орнына 5 кандидат қана үміткер болды. Облыстық сот судьясының бір лауазымына конкурстан тыс тағайындау қолдануына байланысты өткізілмеді деп танылды. Конкурстық іріктеу кешенді бағалауды қамтыды. Оның барысында заң мамандығы бойынша өтілі, ғылыми дәрежесінің болуы, судьялар қауымдастығы мен жұртшылықтың оң қорытындысының болуы, сұхбат нәтижелері ескерілді. Сот төрелігін жүзеге асыру сапасы, этиканы сақтау және басқа да маңызды ақпараттар зерттелді. Осы ауқымды жұмыстардың нәтижесінде кандидаттардың сапалы іріктелуіне қол жеткізілді. Облыстық соттарға ұсынылған кандидаттар тәжірибелі судьялар болып табылады. Олардың ішінде 2 судья кадр резервінде тұрған, 6 судья жөнінде жұртшылықтың оң пікірлері түскен. Ұсынылған судьялардың ішінде 19 ерлер, 22 әйелдер және 8 судья мемлекеттік наградалармен марапатталған. Орташа жастары 46 жастағы, заңгерлік өтілдері 23 жыл, сот жүйесінде 15 жылды құрайтын судьялар. Ұсынымдар алған үміткерлердің тізімі кеңестің сайтында орналастырылған.